Сәлем достар, бүгін оп-оңай чак-чак дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға қант пен ас содасын қосып, електен өткізілген ұн қосып, жақсылап қамыр илеп, тындырып қоятын боламыз. Тынған қамырымызды жұп-жұқа етіп, оқтаумен жақсылап жайып аламыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей етіп қиықшаларға кесетін боламыз. Оны қатты қызып тұрған майға өте қатты қызартпай, тез-тез пісіріп алатын боламыз. Барлығы пісіп болған соң оның үстіне сгущенка қосамыз. Мак себемізде мыжып алмай, ақырын ғана араластырамыз. Міне біздің чак-чак